Түркістанда жер сілкінді. Облыс әкімдігінің ғимаратынан соғылған дабыл төтенше жағдай қызметкерлерінің дәстүрлі оқу жаттығу екен. Дәл қазір біздің тілшіміз оқиға орнынан тікелей эфирге шығуға дайын тұр. Алтынбек, әкімдік алдындағы жағдай қалай? Рахмет, студия Арма қазақ елі сағат таңғы 10-да Түркістан облыс әкімдігінде дабыл батырмасы іске қосылып, барлық қызметкерлер қауіпсіз аймаққа шығарылды. Бұл ешқандай да шынайы жағдай емес, бұл қызметкерлерді сейсмикалық жағдайға дайындау, сейсмикалық жағдай орын алған тұста қандай әрекеттер жасау керек екенін арнайы төтенше жағдай қызметкерлері түсіндіретін болады. Дәл қазір оқу жаттығу аяқталып, қызметкерлер қайта ішке кіріп жатыр. Менің қасымда төтенше жағдайлар департаментінің қызметкері Қанат мырза бар. Қанат мырза, жалпы бұл қанша уақытта өткізіліп тұрады? Бұның мақсаты қандай? Жалпы бұл ағымдағы жылдың 11-12 қыркүйек аралығында республика бойынша жер республикалық командалық штабтық оқу жаттығу өтуде. Осы оқу жаттығу барысында барлық өңірлерде, соның ішінде қалалық, аудандық, барлық мемлекеттік мекемелерде, білім ұяларында, басқа да көп қабатты тұрғын үйлерде сейсма жаттығу өтуде. Жалпы бұл сейсма жаттығу біздің өңіріміз сейсмикалық қауіпті аймаққа жатады. Сол себептен 90-на бір рет өтіп тұру керек. Ал бүгінгі таңда оқу жаттығу барысында осы басқару органдардың, облыс әкімдігі ғимаратын, басқармалар үйі, департаменттер үйі, барлық ұйымдарда осы жаттығуды пысықтаудамыз. Бұның мақсаты осындай жер сілкінісі қаупі туындағанда немесе орын алған жағдайда дұрыс сауатты іс-әрекет жасау үшін осындай оқу жаттығулар өтіп тұрады. Жақсы, рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай төтенше жағдай қызметкерлері арнайы мынандай қауіпсіз аймаққа белгі қойған. Оқу жаттығудың жүйесі бойынша қызметкерлер дабылды ести салысымен дәл осы орынға жиналу керек болды және жиналды. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Студия сөз кезегі өздеріңізде.